Ал бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Данчо, және достар менің Free Fire'дағы жаңа видеома қош келдіңдер. Бүгін достар мен яғни айтқанда видеодан көріп тұрсыздар, мен Айко досымның аккаунтын алдым достар. Және де мен бұл аккаунтты достар обзор жасайтын боламын. Сіздер Амаяның осындай складын сіздер көрмеген шығарсыздар. Сондықтан достар міндетті түрде осы видеода бүткіл аккаунтына обзор жасайтын боламыз. Ал сіздерден достар бірінші сұрайтыным, арнаға тіркеліп қойыңыздар, тіркелмеген көрермендер болса, және де лайк басып, және сосын комментарий жазып қойыңыздар. Комментарий жазып қойыңыздар. Так, шатасып кетіп шамалы ондай тілім бұралып кетеді, өйткені мен де Free Fire'ды жаңадан түсіріп жатырмын. Сондықтан шамалы өте көптеген қателіктер жасау мүмкін. Сондықтан айып етпеңдер. Енді міне Амаяның, ең бірінші профиліне кіреміз. Профилінде достар 72-ші уровень. Не деген жоғары левел достар, қараңдар. Және де достар яқта знак мастерді міне кәдімгі рейтингтен 11 деп тұр. Қатарынан сезон бойынша 11 рет жеткен екен. Және достар, яқта бұл рейтингте 6 рет жеткен мастерге, және де осындай бояқ пропуск және элитный пропусктар алған. Мына жақта бірсе алған, бірсе алмаған, осындай сатып алмаған екен. Кезек-кезек сондай сеп тастаған. Енді одан кейін складда, достар, складында достар мен айта алмадым. Жаңа кірсем, яқта 599, яғни айтқанда 600 киімі бар екен. Ұлдың да қыздың да киімдерін қосқанда 600, өте керемет. Сосын достар, яқта қызыл клоун бар екен. Мынаны қараңдар. Ол бұл инкубатор достар, бұл ең мықты клоун достар. Бұл жерде қызылды түсіріп алған. Яқта достар шақырып жатыр достар. Яқта осында акула бар, макларен бар, мынандай ангел дино бар, сосын осындай екі мишка бар, сосын осындай волк бар, серый волк, сосын яқта осындай дино, мынандай жнец бар. Енді достар мен бірінші наборын көрсетейін. Мен енді ұл болғандықтан енді ұлдың наборларын бірден көрсетіп кететін боламын. Мына жақта мен жасаған сетім достар, осында сет жасап алдым. Осындай үстінде осындай иньян емес, иньян ба? Білмеймін, иньян ба? Достар, мен просто білмеймін, бұрыннан бері ойнап келе жатқан жоқпын, сондықтан ұмытып қалған болатын. Осындай киім, осындай шалбар, осындай малеті бар, шаш, төбесінде осындай коласы бар, сосын сары тәпішке. Осындай достар. Енді келесінде осындай киім. Бұл жерде достар осындай жоқ, нақты полный емес екен. Маған ұнаған достар бояқ, достар, бояқтан полный набор бар. Мәссаған өте керемет. Мына жақта қызыл түсті, сосын фиолетовый түсті, мына жақта голубой, сосын жақта сап-сары түсті бояғы болады екен достар. Өте керемет. Және саянара бой бар екен. Қараңдар. Вау достар, бұнда осылай өзгертуге болады. Осындай қызыл, осындай 4 түрлі түске бояуға болады екен, бояқ сияқты. Сосын осындай набор бар екен. Бұл қандай набор? Білмеймін, бұл наборды түсінбедім. Енді басқа да осындай киімдер бар екен. Қараңыздар, айта алмадым достар. Маған ұнаған сеттер әрине бірінші көрсетіп кетейін. Маған ұнайтын сеттер әрине, мен астына түсейін достар. Маған ұнағаны, мынау набор өте керемет екен достар. Мына сет ұнап тұр маған. Әдемі, яқта тағы да осындай сет бар. Медлey Lord дейді. Полный киім. Жоқ, бұл ұнаған жоқ. Маған осы Ноктюр деген осы сет ұнайды маған, қараңдаршы. Әдемі, керемет. Нағара пианиноның өзі әдем жарастыр бұл наборға. Сосын тағы да осындай крылый огонь дейді. Осындай сет бар екен. Бұның тек киімі ерекше екен достар. Басқа да осындай киім бар екен. Артында осындай эффектісі бар екен. Осындай эффектісі бар екен. Өте керемет. Астында өте көп деген сеттер. Мынандай сет бар екен. Енді астында осындай красный тем бар екен. Сосын матовый деген осындай екі набор бар екен достар. Яқта олд несі бар екен, пропуск бар екен. Сосын яқта не бар екен, темный рубин деген бар екен. Бұлдан полный набор. Және де осындай ең мықтысы бар екен достар. Қараңда достар, ең мықты инкубатордың несі бар екен, олд инкубаторы бар екен, ең мықтысы. Енді келесінде тағы да қандай наборлар бар екен, астынан түсеміз. Астында футболкалар бар шығандай. Францияның, Португалияның, сондай Аргентинаның сондай футболкалар болу керек Амаяда.
Так, соны көріп шығайық. Мына жақта киімдерін көріп жатсыздар, өте ерекше киімдер. Так, мына жақта ақ водолазка бар екен, тамаша. Так, енді тағы да астына түссек, кәдімгі киімдер екен, иә достар. Так, жемене түсеміз. Так, бұда міне осындай киімдер бар екен, осындай 4 осындай құраманың киімі бар екен, осындай қара водолазка бар. Енді достар киімдерін көрдік. Киімдерін барлығын көрсеткен жоқпын, өйткені өте 600 деген скины несі бар екен, киімі бар, сондықтан полный көрсетпедім. Мына осындай сумкалар бар екен, бұда 145 сумкалар бар. Вау, достар, қараңдар, шыннан қараңдар. Былай кезек-кезек көрсетіп шығайын ба, қараңдар, осылай. Так, қандай? Маған ұнаған осындай сумка, сосын так кезек-кезек осылай көрсетіп шығайын жемен деп. Тағы да ерекше сумка. Так, опана, мына қара қанаты бар, рюкзак бар екен, сумка. Мәссаған әдемі. Так, кезек-кезек көрсетіп. Опана, ақ несі де бар екен, ақ қанатты сумкасы да бар екен, сумкасы бар. Яқта қара қанатты и ақ қанатты, иә. Ақ қанатты абжалжан десе. Так, короче, мен шайып кеттім. Бірақ осындай екеуі де бірдей, тек боя салған екен, иә. Так, астына түсеміз жемен деп, бұяқта тағы да осындай сумкаларын көріп шығайық. Мына осындай қанатты сумкасы бар, бұрынғы ол сумка. Мына енді кәдімгі сумкалар обычно. Так, келесі мына лутбокстар. Мына осындай ерекше лутбокстар бар екен. Так, көрдік. Енді парашют. Так, короче, достар, міне Skyjet. Бұл жерде осындай 3 скины бар екен. Яғни айтқанда достар, не бермейсіз ба, андай ойыннан түсесің ғой, осындай доскамен. Сол доска орнына осындай Skyjetті қондырып қойған достар. Мен бірінші рет көрдім Skyjetті. Осындай 3 скины бар. Осындай скин, пламенное крыло, осындай балық бар екен, алтын балық деп қой, магический карп. Сосын үшінші мынандай жылқы бар екен, қанатты жылқы. Бұл Skyjet Pegasus. Өте әдемі, мынау маған ұнады достар, Pegasus. Сіздерге ұнай ма достар? Ұнаса міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар. Сосын скейтбордтар бар. Скейтборд дегенде андай несі жоқ, андай немес па анау? Кәдімгі доска дей берейін. Осындай доскалар бар, осындай әдемі доскасы бар екен, осындай. Опана, әдемі доскалар, плай. Мынандай да доска бола ма не? Бірінші рет көптім мынандай досканы. Мынандай доскасы бар екен, иә достар. Мына астына жемеле түсіп кетейін. Амаяда осындай доскалар бар екен, өте ерекше, необычный, бәрі қараңдар. Мәссаған. Барлығын көрсетіп шықпай қойын. Осында обычный, ең астына барсақ, енді ең обычныйлар ғана. Так, енді эмоциясына келсек, бұл жерде Амаяда ең главный эмоцияларын қондырып қойын. Сөйтсек, қазір 8 эмоциясын көрсетіп шығайын. 8 эмоциясы қандай достар? Бірінші эмоциясы осындай, бояқ. Мәссаған, потанцуем деген. Екіншісі мынау Саянора. Так, бұл жерде не мынау М5 па? Или Юмпи ма? Юмпи ойден достар. Екіншісі бұл дракон достар, я? Ака дракон ба? Или кәдімгі дракон, калашы достар. AK-47. Төртінші мынау жүрек көрсету, типа подписчиктеріне. Сосын осындай опана, мынау не мынау? Мынау питомец па? Мәссаған, ой дейді. Қалай? Не деген күшті эмоция мынау? Қаранда. Мына бір трендтегі ұқсайды, масына бір не биге. Келесі эмоциясы мынау. Опана, не мынау? Опа, жерге құлай салама. Енді келесіне күлеу, лол деген. Ал соңғысы мынандай жүрек, короче, осындай. Подписчиктерге осындай жүрек. Давайте достар, лайктарыңызды басып қойыңыздар видеода. Енді екіншісі мынау не мынау? Ой дейді, мынау не? Вау, әдемі. Керемет достар, мынандай эмоциясы бар екен. Ерекше эмоциялар. Мен вообще ұйықтап қалыппын да Free Fire ойнамағалы. Екіншісі мынандай. Мынау қанаты бар эмоциясы. Мәссаған. Үшінші мынау не мынау? Мынау порталдан шығып, мынандай неме шықты мынау? Мотоциклмен шықты ма? Керемет. Үшінші бұл не достар? Опана, не мынау? Неге айналып кетті мынау? Демон айналып кетті дейді ғой. Ой дейді. Екіншісі ше. Екіншісі ой дейді. Қасқырға айналып кетті ма? Зейне қасқырға. Ой дейді. Free Fire мықты достар. Мен Free Fire дамып кеткен база жоқ. Мына жақта достар, мына Lamborghini'лар. Lamborghini'дің түрлері бар екен. Мынандай Lamborghini бар екен. Спорткар Lamborghini. McLaren бар екен. Мынандай. Осындай бар екен. Мына мотоциклдан. Опана. Кавалерия дейді. Мынау ерекше мотоцикл екен. Тілім келмей жатқан қараңдаршы достар. Осындай мотоцикл бар екен.
Так, мәссаған әдемі ана клоундікі. Так, осындай мотоциклдар бар екен. Сосын мынандай не, монстр трактар. Осындай монстр бояқдай бар екен. Так, келесі джиптардан осындай. Осындай, так, осындай бол, басқасы мұндай мықты емес. Так, мияқтан нелер ғана, профилдар ғана, музыкалары. Мияқта бірнеше музыкалар бар екен. Ал прочесінде осындай чертеж, осындай каминдер бар, осындай, короче, осындай. Так, енді оружиясын көрейік. Оружиясында не бар екен? Арсеналға кірейік. Сосын келесі эволюцияны көретін боламыз. Мияқта достар, мына жақта МК-сында осындай скиндар бар екен. Мәссаған МК-лары өте бәрі негіз нормальный МК-сы. Маған мына катаклизм ұнайды. Бұрыннан бері катаклизм бар тұғым менде. Сосын осындай выжженная пустыня бар екен. Бұл таза олдский мынау. Олдский емес, по идее. Олдский деймін. Сосын осындай МК бар екен. Нежеде енді АК-47 осындай. Амаяның қолданатын ең главный калашы, достар. Сосын, так, осындай скиндар. Барлығын көрсетпей қойын. Тек қолданатын Амаяның нелерін көрейік, достар. Қаруларын көрейік. Неқта осындай М14 қолданады екен. 2 скорс. Скардан осындай мегалодонның несі. Арнай жасалған АК деп мойба скары. Бұл жерде 6-шы уровеньге дамыт бастаған. Өте керемет қараңыз, достар, әдемі. Короче, мына жақта 2 скорс и 1 урон, Сосын келесі гроза, бұл жерде 2 брон тесетін и 1 точность бар екен. Бұл грозада өте әдемі. Та енді фамасы, Амаяның сойтын фамасы, мына жерде 2 скорс және 1 перезарядка. Мәссаған әдемі. Та енді 8-ден мына жақта 2 урон, 1 скорс, достар, Мына жақта өте әдемі. Мына қараңызшы, достар. 8 маған ұнап тұр, достар. Келесі мына жерде Ан-94. Мәссаған не мынау? Зловещий косты дейді. Не деген уровень, достар, қараңызшы. Не деген Ан-94-де. Мәссаған әдемі. Мына череп бар екен, сүйек. Керемет. Мына плазма бар екен. Бұл плазма кәдімгі обычный плазма. Мынандай плазманың күші жоқ екен, өкінішке қарай. Мына жерде ауықтан 2-ші скорс, 1 точность. Так, парафалдан осындай, бір осындай. Көріп тұрғандарыңыздай. Зимодороктан не нау? Бұл жерде осындай 2 магазин, 1 урон. Және де G36-да осындай не бар екен. Осындай скин бар екен. Енді винтовкадан осындай СКС-тен бар екен. СВ-дан осындай қолданатын Амаяның. Осын ястребтен осындай қолданатын нелері жоқ екен. Жоқ, осыны қондырып қоя салайық. Так, А80-ден осындай. Так, осындай 1 урон ғана. Так, пулеметтен осындай. Мына корт зарядтан осындай қолданады екен. М60-тан осындай, пулеметтен осындай скин. Бұл кроваво красный дейді. Так, енді М249-дан осындай қолданады екен, Енді ПП-дан көрсем, UMP-ден осындай UMP. М5-тан осындай. Винтаризен, ВСС-тан осындай скин қолданады. Сосын, бағанаған емес па, достар? Саянара бой екен ғой. Бұның несі М40 екен, достар, Бұл жерде 1 скорс, 2 урон екен. Өте әдемі көрінеді, қараңдаш. Маған ұнайды осы. Мен осыны түсіріп алғанда әдемі кететін де, достар, қараңдар, өте әдемі. Бұл жыланның несі кобра сияқты несі, Так, енді келесі P90-нан осындай скин қолданады, Амая, және де осындай скин. Томпсоннан бай, достар, Томпсоннан мынандай скин қолданады екен. Осыны түсіріп алған Амая, не деген Томпсон, достар, қараңдаршы. Мәссаған өте ерекше, Мәссаған. Давайте сіздерге ұнайды ма, достар, лайктарыңызды басыңыздар, немесе комментар жазыңыздар. Вау деп ше, достар. Так, келесі Вектор бар екен, Мак 10 бар екен, Бизон бар екен. Так, Бизонда осындай скиндер қолданады, Мак 10 осындай, Вектордан осындай скин қолданады. Неқта Амаян достары шақырып қоймады, ем-майы қойсандаш болды. Так, не жерде Драбаштан, не деген ностальгия Драбаш, Мәссаған, неқта уже жәмем қапты, Драбаш бұрын деген әдемі көрінетін. Так, бұл да осындай Амаян қолданатын, Спас 12, осындай. Так, Винчестерден 2. Винчестерден осындай 2 скин қолданады. 3 скин қолданады. Сол мына өте керемет екен,
Так, енді келесі маг 7-ден осында скин. Так, мынада скин жоқ. Так, снайперден опана, АВМнің осында скин бар екен, достар, қараңдаршы. Так, 2 урон, 1 дальность бар екен. Так, корректен осында скин. Так, опана. Мәс саған. Мынақта М24, сосын снайпер. 5 снайпер бар екен, қараңдаршы. 5 снайпер бар екен, Free Fire'да қолданатын. Так, пистолеттен осында скиндар. Так, пистолеттен ең бір ұнайтыны маған әрине Дигл, достар. Дигл қаяқта? Дигл осында скины бар екен. Так, осында скин бар екен. Так, тамаша. Так, ближний бойға осында 15 сковородка бар. Мәс саған. Бұл жерде ең ұнайтыны маған... Ұнайтыны бар ма на сковородкаден? Ұнайтыны маған Джо екен. Опа, ұнайтыны. Мына дерзкі оны. Опа, ананы қолдана салайын амаяға осылай. Так, келесі жерде паранг бар екен. Парангтан осындай. Ема, не деген парангтар, мынау достар, қараңдаршы. Вау! Мәс саған. Мәс саған. Бәрінде партикл бар, прикиньте. Так, қараңдаршы, достар. Неше паранг бар? 19 паранг бар. База жыға мая, неқта осында бита бар екен, новогодный. Осында гитара бар екен. Басына зің-зің етеді, мынандай аттешкімен. Так, басқа да осында не бар екен? Жұмыртқа пісіретін не бар екен? Поварешка дейма? Поварешка, неқтан нан бар екен. Так, енді катана. Катанада осында жасыл катана, зимний катана, кладбище тампан, типа туман катанасы, осында зимний катана тағы. Опана, нандай катана, дескі катана, нау менде бар на катана. Науда бар, достар, дескі катаналар екен. Так, косадан осындай, мынандайлар бар екен. Нәжеді пышақтардан осындай, үшеу. Так, кулактардан 4 екен, достар, кулактан осындай. И бұлай. И болды, все, достар, неқта гранатадан. Так, стенка көрейік, достар, стенка көрейік. Так, стенка, достар, 31. Мәсақ, неқта Джастин Бейбер. Опана, Джастин Бейбер, что ли? Так, Джастин Бейбер коллабор жасапты ғой. Ё-майо, маған айтпаған, е? Так, неқта мынандай стенка бар, мынандай стенка бар. Так, көрсетіп шығайын. Міне, достар, көріп достар. Негізі мен полный көрсетіп жатым, достар. Мәс саған. Так, маған ең ұнайтын осы стенка еді бұрын. Жәмен бұқапты, достар, я? Нобель стенкалар шыққаннан кейін. Так, маған ұнаған стенка әрине мынау болып тұр енді, өткен амаяда қолданатын стенкасы. Және другой, достар, другойдан М79, миниган деген осындай қару жара шықты, мынандай қару жара, мынау өте әдемі, осы маған ұнайды, осы автомат маған. Так, короче, болды, я. Неқта эволюциясында осындай барлығын көрсетіп шыққан жоқпын ба, достар, я? Мынандай фамасы бар екен. Бұл фамасы амая алмаған. Осы мынаны алмаған сияқты, достар, я. Короче, осындай оружиялар бар екен. Амаяда көп оружия бар екен. Тек осындай 5 оружия жоқ екен. Бірақ та негізі әдемі. Және достар, короче, енді барлығын көрсеттім деп ойлаймын. Питомец енді ондай қатты қызық емес шығар. Бірақ та достар, ең қызық нелерін көрсетіп шықтым. Склад пен оружияларын. Енді достар, осы амаяның аккаунтын достар қанша бағаға бағалайсыздар? Соны комментарий жазып кетіңіздер міндетті түрде. Ал сіздердің комменттеріңізді күтемін. Ал сіздерге видео ұнаса міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар. Мен де сіздерді жақсы көремін. Осындай лөпілдетіп жіберейік, достар. Ал келесі видеода не күтесіз, сол комментарий жазып кетіңіздер тағы да. Ал сіздермен болған мен Данчо. Давайте, пока.